Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы PowerPoint бағдарламасы арқылы ойындар құрастыру арқылы ақша табу. Яғни менің осындай YouTube каналым бар. Осы жерде мен заманауи мұғалім деп ашқам. Бұл жерде тек қана бір бағытта, яғни PowerPoint арқылы ойындар жасаймын. Бұл ойындардың жалпы көрнекіліктерден айырмашылығы, бұл да бір көрнекіліктің түрі, бірақ бұл жерде дыбыстардың, жаңағы музыкалардың шығу арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырады. Енді мен осы ойындарды PowerPoint-та сіздер де мысалы құрастырып, осылай YouTube канал болмаса TikTok-қа, Instagram-ға салу арқылы сіздер де осындай ойындарды жасап сату арқылы ақша табуға болады. Енді мен каналымды міне көріп тұрсыздар, менде подписчигім көп емес, 1000 подписчик бар, мысалы 1000-ға енді жақындап қалды. Сосын мына жерде просмотрлар аз, мысалы қарасаңыздар 140 адам, 99, 379 адам көрген, мысалы аз менде. Бірақ мен бұны, яғни YouTube-та монетизация қосу арқылы емес, осы ойындарды керек адамдар көріп алу үшін ашқам. Яғни мына жерде мысалы маған 200 адам көрген болса, соның 100 адам жазса, маған сол жетеді. Маған жазып осы ойынды алатын болса. Яғни бұл жердегі мақсат осы ойындардағы просмотрдың көбі емес, маған бұл жердегі керек адамдардың көрген. Яғни бұл жерде аудиторияда үлкен емес, білесіздер, мұғалімдер және студенттер ғана қарайды бұл ойындарды. Сол себепті менде просмотр көп емес. Енді мен осыны жасаудың курсын айтып өтейін. Бұл жерде заманауи мұғалім, яғни бір платформада осындай курс ашылды. Курс болғанда бұның ішінде басқа курстарға ұқсамайды. Енді үйге тапсырма, тест, ондай дүниелер жоқ. Бұл жерде видео сабақтар бар, бонус видео сабақтар, сосын дайын мен жасаған презентациялар салып қойған, олар жүктеп алып қолдансаңыздар болады. Енді бұл жерде 3 тарифте аштым. Бірінші стандарт, одан кейін премиум, кейін VIP. Енді бұлардың бағасын мен маған жазсаңыздар, сол жерде толығырақ айтатын болам. Енді стандартта не бар? 15 видео сабақ және сайттарға сілтеме болды. Бұл жерде 15 видео сабақ, мына жерде мен қысқаша қойдым. Анимациялармен жұмыс жасау толығымен мына жерде видеоларда көрсетілген. Сосын мына ойындардың жасалуы көрсетілген. Сосын сілтемелер, сайттарға сілтемелері бар. Одан кейін осы видеолардың астында осындай звуктарды мен салып қойдым. Өзінің форматында. Осын жүктеп алып, мына жердегі несіне басып жүктеп алсаңыздар, и өздеріңіз жасап қолдансаңыздар болады. Яғни мынау 15 видео сабақты сіздер көріп шығып, уже өздеріңіз сабақтарыңызға қажетті ойындарды құрастырып қолдансаңыздар болады. И осыны YouTube-қа салып, мысалы сатып ақша тапсаңыздар да болады. Енді премиум деген бар. Бұл жерде тура сол 15 видео сабақ, сайттарға сілтеме, сосын 20 дайын ойын. Енді ол ойындарды көрсетейін. Мына жерде 20 ойынды салдым. Міне Ханталапай, ұлттық құндылыққа байланысты бар. Одан кейін интеллектуалды ойындар. В общем, қызықты ойындардың барлығы осы жерде бар. Мына жерде 20 ойын. Одан кейін бұл жерде VIP деген бар. Қысқаша айтып кетем. VIP деген бар. Мынаның уақыты бар. Одан кейін мына жерде 60 күн. Премиум 2 айға. Мынау VIP 1 жылға. Бұл жерде 15 видео сабақ. Дәл мынандай несі бар. 15 видео сабақтың барлығы бар. Сайттарға сілтеме бар. 30 дайын ойын. Ол дегеніміз мынау. Мынадағы 20 ойын және қосымша тағы да 10 ойын қосылған. Яғни 30 ойын дайын ойынды алып, уже сіздер дайын ойынды жүктеп аласыздар. Кәдімгідей мынаның үстіне бассаңыздар жүктеледі. Сосын алып оны сабақтарыңызда қолданасыздар. Ішін өзгертіп, неғып қолдана беруге болады. Енді мына жердегі 5 бонус сабақ деген ол қандай? Ең несі маңызды осы болады. Өйткені мен осыны да түсіндіріп өтейін. Бұл жерде біз ойынды жасағаннан кейін толығымен не көрсетілген. Бұл жерде YouTube каналға видео түсіру, яғни бодикам, мен осы бодикаммен түсірем. Осы арқылы түсіру деген сабақ. Одан кейін YouTube каналға видеоны дұрыс салу. YouTube каналға видеоны салуды білесіздер, бірақ дұрыс салуды мен енді білмеймін, көп адам білмейтін шығар. Ішінде мен функцияларын, нелерді көрсетем. Енді менде мысалы жаңа айтқанымдай просмотр аз, мысалы, бірақ сен қалайтын оны не істейсің деп айтуларыңыз мүмкін. Егер сіздерде үлкен аудитория болатын болса, мен көрсеткен мына жердегі инструкция бойынша салатын болсаңыздар, сіздерде просмотр саны көп болады. Бұл анық, точно.
айтам, мына жерде көрсеткен. Сосын сайт жасау сабағы. Бұл жерде бәрі тегін, мынау тегін, мынау да тегін, видео сабақтарды көрсеңіздер барлығы сайт жасау сабағы. Бұл жерде Google сайт арқылы өздеріңіз мен жасағандай сайт жасап алып қолдансаңыздар болады. Сосын Canva платформасы. Бұл жерде не керек бізге? Canva'да мына жерде YouTube-қа баннер жасауға болады, сосын логотип жасауға болады, сосын мына жерде обложкаларын әдемі етіп істеп алуға болады. Сол себепті Canva, яғни басқа да нелер бар, бірақ мен именно осы Canva-ны қолданам, осы бойынша сабақтар. Яғни тегін версия және ақылы версиясын тегін алу бойынша. Яғни бұл да бір лайфхак түрі. Видео сабақ бар. Осы видео сабақтың ішінде осы Canva платформасын қолдану туралы толығырақ барлығы көрсетілген. Енді бұл енді білмеймін, мынау бір қандай дейді, курсқа жата ма, жатпай ма. Жалпы мен үшін бұл қарапайым бір курс. Бұл платформаның ішінде логин паролмен кіресіздер, оны тарата алмайсыздар. Бұл жерде барлығы кәдімгі бір курс сияқты. Яғни бұл да курс енді негізі. Бірақ бұның енді мен курс сияқты деп айтып жатқаным, бұл жерде ешқандай басқа бөлек конференциялар болмайды. Сіздер тест тапсырмайсыздар, отчет жібермейсіздер. Кірсеңіздер, мына жерде видео сабақтың барлығы ашық тұрады. Кіріп, көріп, осыдан қарап отырып, ойындар құрастырып қолдансаңыздар болады. Жалпы қысқа болады бұл видео сабақ, болды. Бары осы, мен сіздерге тек қана осыны түсіндіріп өткім келді. Жалпы. Енді мына жерде мен бонус сабақты алу арқылы тек қана бұл емес, сіздер мысалы өз сабақтарыңызға мысалы видеоларды жаңа ұбт немесе пәніңіз бойынша сабақ түсіретін болсаңыз, мына бонус сабақ арқылы сіз уже дайын. Міне, видеоны түсіресіздер мысалы сол бойынша. Одан кейін YouTube-қа дұрыс салатын болсаңыздар, сізде просмотр көп болады. Одан кейін тегін сайт жасап аласыздар. Мына жерде мына сабақтарда толық көрсетілген. Яғни мысалы видеоның несі мына жерде әдемі көрініп тұру үшін мынандай обложкасы, иә. Мына секундта уже видео ашылып кетіп жатыр, бірақ обложка әдемі болып тұру керек қой. Яғни мынандай обложкалардың жасалуы туралы толық көрсетілген. Сосын логотип, мына баннер деген. Жалпы бұл жерде барлығы тегін, ал мына жердегі курс ақылы. Мына бағалары бар өзінің, стандарт, премиум, VIP әртүрлі бағада. Маған егер қызық болса, осыны алып курсты оқимын, үйренемін, ойын жасауды деп сондай мақсат болатын болса, сіздерде маған жазыңыздар, мен сіздерге толығырақ бағасын айтатын болам, және сіздерді осы платформаға тіркеп берем. Тіркелесіздер, сосын осы видео сабақтарды қарау арқылы сіздерде мысалы YouTube-дан ақша табуға болады. Яғни бұл жерде ақша табудың бірнеше жолдары бар. Жаңа айттым ғой, осындай ойын жасап арқылы, сату арқылы ақша табасыздар. Одан кейін өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша ол да ақша табуға болады. Егер сіздерде YouTube-та просмотр көбірек тапсаңыздар, мына жерде просмотр жинап, одан кейін жаңағы өзінің нелерін қоссаңыздар, мына YouTube монетизация қосатын болсаңыздар, YouTube-тан да ақша табуға болады. Жалпы осы, назарларыңызға рахмет.